Ассаламалейкум, құрметті көрермендер. Мінеки бүгін қаңтардың 20-сы, күздің шамамен ортасы деп есептесек те болады. Ауа райы біршама азанда салқын, күндіз ыстықтау. Біздің өңірлерде осындай ауа райы болып тұр. Бүгінгі тема көңдегі қозғырықтар жайында болмақ. Қарап отырсаңыздар, осы суғарып неғылған соң мынандай қозғырықтар өсіп жаңағы шыға бастады. Осылар зиян ба, зиян емес па, қазір тексеретін боламыз. Көрдіңіздер ме? Бұл қозғырықтардың аты қандай екен кім білетін болса, жаңағы қозғырық танығыш адамдар болатын болса, осы комментарияға жазып өтсеңіздер, не деп аталады бұлар. Қазір осылардың түбін осы айырмен осы ашып көреміз. Арасында шуалшан бар ма жоқ па, соны көрейік. Шуалшандар беймарал қаптап жүр. Демек, бұл қозғырықтар ешқандай зиян келтіріп атқан жоқ. Шуалшандар бар, көрсеңіздер. Шаруашылықта бары бір қалыпты. Жоғарда шуалшандар аулап, осы бортқа тастап жатқан жайым бар. Арадан бір 10 күнде олар өздерін жаңағы несін өз қалыптарына кеп алады екен. Егер азығы жақсы болып, жаңағыдай біршама тығыз, өте тығыз орналасып жатыр. Осындай қысқа нұсқа видео болды. Жалпы қозғырықтарға арналған. Әрине, бұларды жеуге болмайды. Бұлар улы болуы мүмкін. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, жаңағыдай каналымызға тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.